Аю аңдардың ішіндегі ең мықты жыртқыштарының бірі. Олар шамамен 30 жыл өмір сүреді. Қазіргі уақытта жер бетінде олардың 8 түрі бар. Аюлар жидектер мен жаңғақтарды, балықтар мен ұсақ жануарларды және жәндіктерді қоса алғанда әр түрлі өсімдіктермен қоректенеді. Аюлардың күшті табандары мен тырнақтары бар. Бұл оларға жерді қазып қорегін табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар аюлардың иіс пен есту қабілеті өте жақсы дамыған. Бұл оларға тамақ табуға және қауіптен аулақ болуға көмектеседі. Иіс сезу өткірлігі бойынша ақ аю барлық сүтқоректілерден асып түседі. Ол олжасын 30 шақырым қашықтықта, тіпті 1 метр мұз бен қардың астында да сезе алады. Салмағымен айтарлықтай үлкен дене бітіміне қарамастан аюлар тез жүгіреді, тіпті сағатына 50 шақырымға дейін жетеді. Аюдың қонжығы қысқы ұйқы кезінде соқыр, саңырау және түксіз болып туылады. Олар бірнеше ай бойы анасымен бірге апанда болады. Сыртқы өмірге өсіп қалған кезде ғана шығады. Қоңыр, қара және Гималай аюларының ерекшелігі қыс бойы апанда қалың ұйқыға кетуі. Осылай 6 айдан астам уақыт тамақсыз, сусыз өмір сүре алады. Дегенмен, барлық аюлар бірдей қыста ұйықтамайды. Мысалы, поляр және тропикалық аюлар ұйықтамай басқа аңдар сияқты өмір сүреді. Барлық аюлардың 2 қабат түгі болады. Біреуі судан қорғаса, екіншісі жылуды сақтауға көмектеседі. Балалар, бүгін сіздерге аю туралы ақпарат бердім. Келесі шығарылымда басқа да жануарлар туралы сөз қозғайтын боламыз. Егер де шығарылым сізге ұнаса, лүпіл басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.